күн құрметті достар, бүгін сіздермен өте нәзік, жұмсақ болып шығатын зебра пирогын дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар: қант, сода және де какао ұнтағы 2 ас қасық, жұмыртқа, қаймақ, ұн, разрыхлитель және сары май. Қажетті заттарды толығымен описание бөліміне қалдырып кетемін. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды ыдысымызға салып алып, жақсылап миксерлейміз. Қантымызды 2-3 бөліктен қосып отырып, жақсылап миксерлеп шығамыз. Жұмыртқамыз бен қантымызды кемінде 7-8 минут миксерлеуіміз қажет. Бізде осындай ақ, әдемі көпіршіктер шыққанша миксерлей береміз. Онан соң оның үстіне қаймағымызды қосамыз да жақсылап миксерлеп шығамыз. Енді ерітілген сары майымызды біртіндеп құя отырып, қайтадан тоқтатпай миксерлей береміз. Содамызды гастетіп, осы қоспамыздың үстіне қосып, тағы да жақсылап миксерлеп шығамыз. Ұнымыз бен қопсытқышымызды, разрыхлителімізді 3-4 бөлікте саламыз. Және де астына үстіне күрекшемен араластырып айналдыра отырамыз. Және де жақсылап миксерлеп шығамыз. Одан соң осы қамырымызды 2 бөлікке бөліп, біреуіне 2 ас қасық какаомызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлық какаомыз еруі міндетті. Енді формамызда пергамент қағазымызды төсеп, 1 ас қасық ағымыздан 1 ас қасық какао қосылған сұйықтығымызды салып шығамыз да, осындай спанчтың көмегімен форма келтіреміз. Және 180 градус қызып тұрған пешке 40 минутта салып аламыз. Өзіңіздің қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мінекей, біздің зебра пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, нәзік және де қаймақпен жасалған пирог болғандықтан 2 күнге дейін жұмсақ болып тұрады. Баршаңызға ас болсын. Жасап көріп балаларыңызды қуантсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.